Қазір дүниеге қатысты бір телефон, бір акция болып жатыр десе, адамдар соған таласады бар. Арзан акция болып жатыр екен деп. Ал Рамазан айы бұл сауап акциясы келе жатыр. Ертең андай жағдай болып ғафлетте қалып кетпейік. Рамазан кеше ғана басталған, өтіп кетті ма не? Бітіп қалды ма не оразаларың деп тұрмайық құдай сақтасын. Өйткені бұл бәрімізге ортақ болған сондай керемет мейірімді ай келе жатыр. Біздер ораза ұстап, Алла Тағаладан осындай құлшылық жасаған сайын мынандай табиғи апаттардан аулақ боламыз иншалла. Негізінде мына су тасқыны, өрт, мынау жер сілкінісі, зілзаланың баршасының алдын алу осылай болады. Яғни Алла Тағаланың бұйрықтарын орындау арқылы болады. Сіз ауыз ашатын кезде қандай дұға тілек айтсаңыз да Алла қабыл етеді тілегіңізді. Алла елімді аман ет. Екінші мәрте елімізде мынау жер сілкінісі болмасын. Екінші мәрте өткен жылдағыдай су тасқын осындай болмасын деп дұға қыламыз баршамыз. Осындай адамдар көбейген сайын біліңіз, еліміз ондай табиғи апаттардан аманда болады. Міне сол кезде және ұрпағыңызға, болашағыңызға, кәсібіңізге бойдақтар жар керек болса, адал жар сұрап қаласыз. Перзент керек адамдар перзент сұрап қаласыз. Кәсіп жоқтар кәсіп сұрап алыңыз. Рамазанда ауыз ашар кезде қандай дұға айтсаңыз да ол сөзсіз қабыл болатын. Ол тек қана бірақ шарт ораза ұстаған адамдарға ғана берілетін мүмкіншілік ол.